Бүгін жай ғана марапаттау рәсімі емес, бір оқу жылы бойы атқарылған жүйелі жұмыстың, жауапкершіліктің, кәсібиліктің және нәтижеге бағытталған еңбектің қорытындысына шығаратын ерекше шараға жиналып отырмыз. Қош келдіңіздер, әріптестер. Құрметті әріптестер, шақырылу қонақтар, салтанатты шарамыздың ашу үшін сөз Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының басшысы Сафуллин Елдос Набиоллаұлын ортаға шақырамыз. Қол соғып қояйық. 2025-2026 оқу жылы толығымен аяқталып, өзіміздің алқа отырысымызды өткізіп, барша жан-жақты саралау жұмыстарын жүргіздік. Толығымен апта сайын аппараттық отырысымызда барлық сұрақтар жыл бойына қаралып келді. Жүйелі тұрақты жұмыс жүрді. Барлық аудандық білім беру бөлімдерінің басшыларына зор алғысын білдіремін. Жұмыс күрделі болса да қызықты, бірақ қазіргі уақытта жүйелі түрде жұмыс жасауды сіздер әдісін меңгердіңіздер. Облыс әкімі Нариман Төреғалиұлы бізге қоятын бір ғана сұрағы үнемі. Қай аудан нешінші орында тұр деген сұрақ берді. Білім сапасы бойынша қалай білім жүйесінде қайсысы күшті, қайсысы нашар, қайсысы орташа тұр, қайсының артықшылығы неде, кемшілігі неде. Аудандар бойынша рейтинг жасалу керек. Енді ол әзірге оқу-ағарту министрлігі ондай талап қойып отырған жоқ, бірақ дегенмен өзіміздің жұмысымызда анық айқын көріп отыру үшін, егер менеджмент теориясында бар, егер де сіз көрсеткішпен бағалай алмасаңыз, ол жұмысты жалпы құр сөзбенен ол бағыттағы жұмысты процесс жасап алмайсыз. Ол сандық көрсеткіштермен бағаланатындай болу керек. Және біздің білім беру жүйемізде 2012 жылдан бастап деңгейлі оқулар пайда болды, 2016 білім беру жаңартылды болды. Осылардың негізінде критериялы бағалау керек. Критериялы бағалау арқылы оқу процесін бағалау әдістемесін қарапайым мұғалімдердің бәрі меңгерді, бірақ мына басқарушылар, әдіскерлер, кәсіпкерлер, одан кейін білім беру бөлімдері, облыстық білім басқармасы, барлығының адамдардың жұмысы бұл іске артынан келе жатыр. Менеджерлер артында келе жатыр, қызметкерлер алға кетіп қалды. Біз ондай болдықтау керекпіз, біз алдында жүріп керекпіз. Сондықтан критериялы бағалау жүйесінде бұл рейтингі шығаратын кезде негізінен ірі 3 бөлім болды. Және әр бөлімдегі критерийлер, бір критерий келесі критерийді басқа бөлінеді. Бұл жерде бәрі ашық болу керек, транспаrenттілік керек, нәтижелер алдын ала жүктеледі, және критерийлердің арасында автономдылық та болу керек. Бір критерий екіншісін жалпы өтпеу керек. Кейде бір жүйелеу сөзбен мынадай көрсеткіші келеді, сол үшін оған бірінші орын беремін деп айтуға болмайды. Бір-бірінен тәуелсіз 27 критерий бар, 3 бөлімде. Және олардың нәтижелері сағат 12:00-ге дейін біздер таймер қойып, ол ашылмайды, ешкім білмейді. Және ол қазір осы енгізген, осы жұмысты сіздер қабылдап алған, ютубпен енгізген, платформаға жүктеген мамандар, біздің бөлім басшылары қазір парольдерді енгізіп барып, сосын барып ортаға шығарып. Біздер өзімізде ол нәтижелерді қазір білмейміз, себебі біз үшін енді әрине 13 білім беру бөлімінің ішінде бізге Орал қаласының білім беру бөлімі ерекше, себебі халқы да көп, жұмыстың көлемі көп. Біздер оған әрине әрдайым бізде бір миллион тұрып тұр, Орал қаласының білім беру бөлімі, бірақ қазіргі жағдайда 13 білім беру бөлімінің барлығысы теңсіз біз білмейміз өзімізді қазір. Жарыс болады, ат жарысы сияқты қайсы салға қарайды, критерийлермен сол кнопканы басқан кезде 54 секунд, 27 критерий 54 секунд ішінде нәтиже шығатын болады. Сондықтан біздер қазір осы нәтижелердің аясында облыс әкімінің тапсырмасын, кімнің қай жерде тұрғанын қазір көреміз. Осы нәтиже біздерге алдағы жұмыстарды қадағалауға, көріп отыруға пайдасы келеді. Және бұндай жүйелерді болашақта 90 сайында аралық критерийлерді азайту, 27 критерий көп үлкен жұмыс болып кетті. Енді ойлап отыр критерийді азайту. Нақты ғана түсіруге шығар болашақта дегенде ой бар, оны кейін тағы ұжымдық талқылап барып шығарамыз. Сондықтан енді ең бастысы бұл жерде әділдік, ашықтық принциптері алынып отыр. Қазір
біздің білім басқармасынан да бірде-бір кісі білмейді қазір қай жерде кіріп тұрғанын, себебі қолданбайтын платформаға жүктелгенін ғана біледі. Әркім өздігін жүктелді, басқаларды білмейді олар қалған отырғандар. Сондықтан біздер мына ұлттық бірыңғай тестілеу процесі еді ғой Қазақстанға 2004 жылдан бастап. Сол кезде жасалатын алгоритмдер, процедуралар қандай, олардың бәрі ақтырмен сақталып жүрді. Сондықтан әділ ашық рейтинг жүйесі қазір іске қосылды және ерекшелік жасанды интеллект көмегімен өңделеді. Адам араласпайды. Ол эмоциядан тыс біреуге көңілін бұрып, біреуге ерекшелеуге ешкімнің де мүмкіндігі болмайды. Менің де мүмкіндігім жоқ, басқаның да мүмкіндігі жоқ. Осы жерде жұмысымызды бір-біріміз. Енді мына радиологтар сөйлейтіндер бәріміз эмоция моменттерін бәрін алып өтеміз. Сосын басқа қосымша радиологтар керек, бәрімізді қарап отырдық. Қалай сіздерде де бөлек радиологтар жоқ па? Мынау экран бәрін бірге алып отырсыз. Ал жақсы, олай болса іске сәт. Ондаған көрсеткіш, жүздеген құшақ, мыңдаған баланың жетістігі. Бүгінгі рейтинг арасында осындай ауқымды еңбек жатыр. Ерекше назарларыңызды рейтинг күнделігіне ұсынамыз. Назарымызды экранға аударайық. Бұл рейтингтің ерекшелігі оның ашықтығы мен әділдігінде. Әр аудандық қалалық білім беру бөлімі өз қызметін барлық көрсеткіштері бойынша дәлелдеме құжаттарын әзірлеп, ресми түрде бөлім басшыларының жеке жауапкершілігімен бекітіліп ұсынылды. Құжаттар арнайы құрылған комиссия арқасында жүйеге арқылы бөлінді. Әр комиссия мүшесіне өзіне бекітілген ауданның материалдарын тәуелсіз зерделеп, нәтижелерін жеке енгізді. Рейтингтің нақты қорытындысын ешкім білмейді. Әзірге белгісіз. Тіпті ұйымдастық. Бүгін дәл осы залда барлық енгізілген мәліметтер арнайы бағдарлама арқылы енгізіліп, автоматты түрде анықталады. Демек, бүгін біз тек марапат куәгері емес, тарихи саясаттың алғашқы бастамасы. Комиссия мүшелері анықтап жатыр, бағалап жатыр. Ең үздік білім беру, қай үздік білім беру ұйымы үздік болғандығын көпке құжат тапсырылды. Бұл жыл бойында жасалған еңбектің нәтижесі. Жеке бағытталған еңбектен басталады. Бүгін сіз білім беру саласының дамуына ерекше үлес қосқан ұжымдарды арнайы номинациямен және бас жүлделі бірінші, екінші, үшінші орындармен марапаттайтын боламыз. Сондай-ақ үздік бөлімге 3 миллион теңге көлемінде бірінші орын, 2,5 миллион теңге көлемінде екінші орын, 2 миллион теңге көлемінде, үшінші орын 1,5 миллион теңге көлемінде қаржылай сертификат табысталатын болады. Қаржылай комиссия құрамы номинациялары 1 миллионнан кешірім. Ерекше программаны іске қосу үшін ортақ комиссия құрамы Ақжарқын Мұтеғұлқызы, Жадыра Мұратқызы, Раушан Мұхасқызы, Гүлмира Амалқызыны шақырайық. Қазір сіздерге арнайы экранды жастырылған құпия сөз беріледі. Соны программаға іске қосатын боламыз. Сол арқылы сол QR-ға қолдарыңыздағы құпия сөзді енгізетін боласыздар.
Күйеуі жоғарыда көрсетілген экранның оң жақ бұрышында бірінші кабинет үшін ортада орындауда үлкен көзқарастылық танытып, жаңағы креативтілік таныттыңыздар. Көп рахмет. Қазір 4 бағыт бойынша барлығы растады. Енді экранға беріңіздер, нәтижені ары қарай біздер көрелік. Енді бізге комиссияға ұсынғанда біз қалай тексердік? Жаңа жеребе мен әрбір аудан анықталды. Сосын анықталған ауданның көрсеткішін мен аудандық білім беру бөлімінің басшысының қолымен расталған, мысалы 135 адам деп бөлім басшысы қолын қойып печать қойса, мен сол цифрды дұрыс па екенін қарадым. Басқа шаралардың барлығы ортақ оқу-жаттығу сұраным бар ғой. Оларға деген пышность дейді, не дейді, секрет сондай болмасын дейді, қарапайым ғана жерге андай жасап жатырмыз, бірақ ондай жақсы естеттік. Соны қазір көреміз, бүкіл 13 жылдың бері бөлімі. Ал старт басыңыз критерийлер бойынша жатса, қайсы ауылда жылжып отырады, көріп отырыңыздар. Қазір жолдарды қазір ажайып екенеді, қасап үшеді. Бірде жігітшіліктерге аралап, шыңғалау екі жолына шықты. Ажайып шыңғалау қапы егер әрі, бірде 9, бірде 10. Қасқала шу жолына шықты. Бірінші кезең бойынша неше критерийлері барлығы. Неше? Саны 4-те шықты. Көкеурас шықты, 4-те кезген. Ажайып шыңғалау, тұрақты түрде алданды. Шыңғалау жолына алды, ажайып жолына алды, көкеурас жолына бәйтерек, қасқала өтіріктер жатыр. Шыңғалау, ажайып, көкеурас, Сарымаудан шықты 4-те, көтерілді, Қаратөбе шықты 4-те. Қасқала. Үшінші бөлім бойынша критерий. Барлық критерийлерді білесіздер. Бірінші орында ажайып, терек ауданында жұмыс ішінде көтерілді. Шыңғалау, жолда, Қазтал, Турал. Өзінің ретімен өтеді. Әлі ешкімде диплом иелері жоқ, жігіттер дайынсыздар бар, билеттер бәрі бар ғой. Осы ретінде сақтайсыздар ма? Соңында тұрғандар қазір алға шығарамыз, бағыттауға дейін шақырамыз. Сол кезде қалай жасаймыз? Білесіздер? Қатысушы болып сіздердің жұмыстарыңыздың бағалануына қатысқанымызда, енді біз жыл сайын үздік ұйымды таңдап жүрдік. Үздік білім беру ұйымын таңдауымыз бірінші рет, сондықтан құттықтаймын. Осылай келесі жылда сіздердің жұмыстарыңыздың нәтижесі жоғары бола беруіне тілектеспіз. Рахмет. Тағы да әріптестер. Комиссия құрамында болған әріптестер бар ма? Ерекше номинацияларды табыстау үшін ортаға Қазақстандық оқу-ағарту, ғылым және жоғары білім қызметкерлері салалық кәсіптік одағында Батыс Қазақстан облысы ұйымы қоғамдық бірлестігінің бас маманы Теміргалиева Марина Хамидовна шақырылады. Осы оқой, қошеміз орда. Құрметті Елдос Набиоллаұлы, құрметті біздің әлеуметтік әріптестеріміз, бүгін деген осы шараға қатысып жатқан жеткізамын. Марина Маратовзалының атынан сізге өзімнің қуанышымды жеткізгім келеді, сізді құттықтауым келеді. Неге десем, бүгін деген үлкен бір шара өтіп отыр. 2025-2026 жылдың енді мынау қорытындысы ғой. Оған қарағанда енді мына Елдос Набиоллаұлы енді үлкен жұмыстар атқарылады. Оны деген өзімізде осы отырған әлеуметтік әріптестердің бәрін білеміз. Ауданды және қалалық біздің білім бөлімдерін. Біз кезінде мен өзім деген Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 37 жыл жұмыс атқардым. Сонда 2009 жылда өзім
енді директор болдым 48-ші біздің пунктта. Сонда көбі қазіргі директор болғандар завуч болып істеді, бірталай жұмыстар атқарылды. Мына аудандық, қалалық біздің білім бөлімдері жұмыстарын атқарып отыр. Біздер деген аудандарға барғанда біздер мектептерге кіреміз, жағдайлары жасалып отыр. Мұғалімдерден не сұрағанда, шөп сұрағанда, олардың результатын сұрағанда, оған біздер жағдай жасауымыз керек. Оларға бәрін ата-аналардың көңілін, балдардың көңілін ашу үшін бірталай жұмыс атқару керек. Сол жұмыс атқарып отқан мына ауданның, қалалық, біздің білім бөлімдерінің басшыларына бәріне рахмет айтқым келеді. Неге десем, үлкен жұмыс, былай қарасаң, кейбір Сауренұларға қарай шау жеп келе жатасың, анада Қаратөбеге бардық. Сонда Сауренұлы тіпті тыңдап білмей, өзі деген ертігін киіп алып, су тасқындарымен бірге сол жерде өзінің жұмысын атқарып жүр. Бір жерге барасың, тағы да бірдеңе. Сауренұлым деп тұрған жоқ, кәдімгідей бір не сияқты, совхоз сияқты кейбір Сауренұлы. Мен соған қарағанда жүрегім төледі, рахмет сізге көп жұмыстар атқарып жатыр. Сондықтан Елдос Мұртұлы сізге айтарым, осыдан тоқтамай, бұлай енді деген осындай мен бірінші көрді, бірінші не деп тұрсыңыз ғой. Сізге сәттілік, рахмет көп. Бәрі біздің өзіміздің әлеуметтік әріптестерге бәріңізге зор денсаулық тілеймін, еңбектеріңізге табыс тілеймін, амандық тілеймін отбасыларыңызға. Рахмет көп еңбектеріңізге. Осы білім басқармасы диплом 2025-2026 оқу жылы қорытындысы бойынша үздік нәтиже көрсеткен үшін білім жүйесінің синергиясы номинациясымен сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен және 1 миллион теңге көлеміндегі қаржылай сертификатпен кәсіподақ ұйымының атынан Алисия Колонкасы Сырым ауданы білім беру бөлімі 1 миллион теңге қаржылай сертификат. Және кәсіподақ ұйымы атынан Алисия станция. Экранды сайлашсақ, білім берудің өзгерістер құрай бері. Тасқала ауданы! Дәл осындай мәтіндегі диплом және 1 миллион теңге көлеміндегі қаржылай сертификат. Әзірше осы сөйлеміз. Ладно, ақшалар болса. Рахмет. Қоса қойық. Алиса. Тасқала үшін шынайы жаңашылығымызды көрсетіп, қолдарын көпірайынша. Құрметті Елдос Нәңгірұлы, құрметті әріптестер, баршаңызға тағы бүгінгі жаңаша форматта ұйымдастырылып отырған рейтинг жүйесіне жүргізіліп отыр. Енді сізге бұл ұйымдастыруға үлкен алғысымызды айтамыз. Бұл рейтингпен жаңа отырған біздің номинация жетістік барша Сырым ауданының ұстаздары мен әріптестерімен жеткен жетістіктер білеміз. Барлығын бағалап жатқан әріптестерге, бөлім басшыларына үлкен алғысымызды айтамыз. Енді бұл жетістік номинация бұлмен тоқтап қалмаймыз. Ары қарай да бұл біз үшін үлкен мотивация. Тағы да өзге мотивация жаңағы номинацияны елімізде 3-ші орын, 2-ші орынға алдағы жылда шығуға біздер жұмыстарамыз. Баршаңызға рахмет, осылай жұмыстар. Құрметті Елдос Нұрғалыұлы, құрметті әріптестер, өте қуаныштымыз. Ол үлкен еңбек, педагог ұжымы. Екінші, ол комиссияға көп рахмет көрдік. Бейнероликте қандай еңбек ететін, кәдімгі әділдік, ашық, бірінші сол мақсатқа жеттік. Көп рахмет, өте қуаныштым, кәдімгі не ожидал. На самом деле, большая радость, когда проработаешь 6 лет за Брейну, когда мы назначаемся, всегда думаешь, на каком уровне ты будешь. И один мой принцип был, когда я назначал директором, завучем, быть одним из лучших.
И вот я сегодня себе тоже дала оценку. Огромное спасибо, я прям вам Сапа сервисінің көшбасшысы Бәйтерек ауданы. Бәйтерек ауданына да 1 миллион теңге сертификат табысталады. Елдос Николаевич, құрметті әріптестер, өте қуаныштымын, рахмет. Елдос Николаевич, с 2018 года наш отдел образования находился на аренде. В этом году нам дают отдельное здание, и мы ломали голову, на какие средства мы напишем Бәйтерек ұстаздар и средства пойдут на это. Рахмет, рахмет. Әрине, Орал қаласы білім беру бөлімі. Құрметті әріптестер, Елдос Нәбиұлы, енді әрбір жұмыс жасалған кезде оның қандай да бір бағасы берілгені өте жақсы. Бұл алдағы жұмыстарға жақсы мотивация, жақсы бағдар беретін керемет шара болып жатыр. Көп рахмет. Жаңа біздің алдымызда шынайы түрде жасанды интеллект және жаңағы заманауи әдістерді қолдану арқылы енді Елдос Нәбиұлы өзіңіз мамандығыңызға сәйкес біздерді таңғалдырып жатсыз. Көп рахмет. Бәрі әлі өтті деп ойлаймын. Басының үздік болып табылған әріптестерімізді құттықтаймыз. Енді Орал қаласының ең үлкен минусы баласы көптігімен оқушының көптігі болып тұрған сияқты. Мұғалімдердің көптігі енді кішкене, бірақ соған қарамастан алдыңғы бесікке табылғанымызға қуанып отырмыз. Бірақ алдағы уақытта оны да қарастырамыз деп ойлаймын. Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасының басшысы Елдос Нәбиұлы шақырылады. Енді жүлделі орындарды анықтайтын боламыз. Өте жақсы сәттер, эмоционалды сәттер деп ойлаймын. Көп жылдық жұмыстардың нәтижесі сияқты жаңағыдай критерийлерді де осы зерделер кейін бәрін мұқият қарауымыз керек. Қазірдің өзінде де ашықтық әділдік жүзеге асты деп есептеймін. Мысалға мен өзім күткен ойлап топшылап отырған аудандар емес, басқаша шығып тұрмын дейді. Өте бір жағынан қызғылықты, ашықтық әділдіктің де өзінің бір ерекшелігі осында жатыр деп ойлаймын. Олай болса, Қазталов ауданын жүлделі 3-ші дәрежелі диплом. Қазталов ауданы бірден қошеметтеріңіз. 1,5 миллион теңге көлеміндегі сертификат. Арнайы статуэтка. Кәсіподақ ұйымы атынан Қазталов ауданына арнайы планшет табысталды. Жүлделі 2-ші орын Бөкей Ордасы ауданы. Қаржылай сертификат Бөкей Орда ауданы. Кәсіподақ ұйымы атынан арнайы планшет табысталады. Бөкей Орда. Баршаңыз оқушының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа конкурсында баяндама оқыватқан болсақ, мына үлкен қуанышқа кенеліп жатырмық. Елдос Нәбиұлы рейтингте бастағанда финал мамандарымыздың бәрін жіберіп, осында бірнеше күн жүрген болатын, соның нәтижесі болып жатыр. Үлкен рахмет ұйымдастырушыларға, жаңа комиссия мүшелеріне бейне баяннан қорқып жатыр. Өзімше әріптестерім айтып отырмын, мен мына жерде болса бағаланмас едім, өте қиын екен деп. Жұмыстың өзін қарау. Сондықтан рахмет баршаңызға, өте қуаныштымыз. Бұл енді біздің мектеп мұғалімдерінің, мектеп директорлерінің, әдістемелік кабинет қызметкерлерінің барлығының жұмысы болды деймін. Үлкен мотивация болды оқу жылының соңында. Келесі жылы біз тағы да ауданымызды, облысымызды осы үлкен жетістікке жетелеуге жұмыстануға жалғастырамыз. Рахмет үлкен, қуаныштымыз.
құрметті Елдос Набиоллаұлы, құрметті әріптестер, біріншіден осындай бүгінгі керемет сәттің куәсі болып тұрғаныма өте қуаныштымын. Әрбір бөлімнің еңбегін адал бағалап, нәтижесін осындай креативті түрде ұсынып жатқандарыңызға көп рахмет. Бұл жеңіс, бұл марапат біз үшін үлкен мәртебе, үлкен жауапкершілік және алдағы оқу жылында бұдан да үлкен нәтиже көрсетуге деген үлкен серпіліс болады. Жаңа оқу жылында бұдан да үлкен жетістіктерге жетеміз деп сенім білдіреміз. Бірінші орын Шыңғырлау ауданы. 2,5 миллион теңге көлемінде қаржылай сертификат. Шыңғырлау ауданы шайын жарашылар әріптестеріміз. Әріптестер, баршаңызға жеңістеріңізді құттықтаймын, өте қуаныштымын. Бұл менің емес, Шыңғырлау халқының жеңісі. Мен ата-аналарымның, оқушыларымның, ұстаздарымның маңдайы өте бір керемет қуаныштымын. Ұйымдастырушыларға, Елдос Набиоллаұлы сізге көптен көп рахмет. Осы шараны ойластырған және дәл осылай болып ұйымдастырған өте интеллектуалды адам. Шыны керек. Мынандай жастардың кәдімгі ойына келіп, осындай жасанды интеллектімен бағалау өте тамаша болып, әділ болып, өте ризамын. Мына жаңа айтып отыр, алған сыйларын не істейміз деп жатыр өзі. Мен де ойлаватырмын, бірден ойлап тастадық. Мен де елге барғаннан кейін, егер рұқсат ететін болса, менің аудандық білім беру бөліміндегі барша әріптестеріме, қызметкерлерге, барлығының маңдай келіп, барлығына мен теңге бөліп беремін. Өте жоғары көрсеткіш, Шыңғырлау деген шағын ғаналықтан және былтыр өсу векторымен біз барған кезде әріптестер әр ауданды барып көруіміз керек, себебі болашақта сол елде көріп түсініп білетін менеджерлер, білім менеджерлерді айтауымыз керек қой. Мына кірпіске айналған кезде Шыңғырлаудан түсті еліміздің қалай деп айтуға, солтүстік шығыс, ең солтүстік шығысында тұрған аудан Шыңғырлаудан алдық. Кеше біздер ең соңында оңтүстік батысында тұрған ең соңында өтесі Бөкейорда қалады. Кеше. Енді өте жақсы олар жұмыстарын көрсетіп тұр ғой. Шағын ғана аудан болса да, мобильді деген сөз, демек оперативті деген сөз, есептердің уақытында бере алады деген сөз, яғни бұлар нәтижесін көрсетіп тұр. Кеше мына ұйымдастырушылар Гүлмира Камаловна барып, әділетін олар бұйрықтар алып келді маған алдына. Сол бұйрықтың ішінде, мына шығындардың ішінде не деп атайды? Статуэткалар тұр екен абай. Ауыл сандағылар үздік білім беру бөлімі 2026 деп жазылған мысалы үшін. Мен статуэтка деген маған онша көңіліме ұнаған жоқ та, бұған неге ақша береміз деп мен қол қоймай қайтардым біріншісінде. Сосын кішкенеден кейін олар ауданға Ажақ Пчелайын алып келдік деген қайтты. Сосын Ажақ Пчелайын айтады, біз қалалық білім беру бөлімінде осы рейтинг жүйесін енгізіп білім беру мектептерін бағалаған кезінде ағалап басат сол мектепке. Біз бірнеше жыл қатардан қалай орнап келатырымызды көрсетсе, біз сол мектепті түсініп тұрамыз дейді. Ағам оларды, онда сөз жоқ, онда орынды нәрсе екен жақсы. Онда осыған қолымызды қойып, кімнің Қуаныш Игілмановичтің айтып тұрған сөздері, жүрек жан пікірлеріне көп рахмет. Әділдік пен ашықтық жүзеге асқан кезде көп нәрселер осылай күтпеген жаңағыдай ерекше оқиғаларға толы болады деп ойлаймын. Тек қана осындай жақсылықтарыңыз. Рахмет. Ақжайық ауданы! Сертификат! Ақжайық ауданы! Шыбық жері! Шырайы başımız! Esmadan Dima Adnan Ақжайық ауданына ноутбук. Елдос Набиоллаұлы барлық білім басқармасының ұжымы, кәсіподақ ұжымы облыстық енді бүгін өте бір зор қуаттысы
жақсы болып аяқталып жатыр. Әділ, ашық, шынайы бағалау болып деп есептеп отырмыз. Енді осы бағалаудың критерийімізді ұжым болып жеке-жеке қалдырдық. Сол кезде ойлап едім, мен ол жерден өте көп, жаңағы біздің ауданымыз үлкен, мектебіміз көп, процентте шаққанда жеңімпаз болу қиындау болады деген, бірақ шүкір жеңімпаз болып қалып жатырмыз. Енді осылай айтпақшы, бұл аудандарға барғанда көріп жүрген мықты жұмыстар бар. Осындай бәрі лайықты. Біз аудандарымыздың кеше соңғы білім беру бөлімінің алқа отырысында директорларға, кеше білім бөлімінің өзіміздің соңғы кеңесімізде де біраз ренжімен директорлар тым жұмыс жасамайсыңдар, аудандар мықты, біз көрсетіш ештеңе жоқ ертең не көрсетеміз дегенде енді алып отыр, жаңа Ерлан Мұратқалиұлы, мына кезінде спутқа өткен кезде, жаңағыдай сосын дейтін ұту объектілерін қамтыған кезде, сосын ең бастысы директорлар ваканттардың орындарын жауып тұрған жалғыз бірден бір аудан ғой негізі. Шынында да кадрларды жасайтын. Қазіргі уақытта 12 ауданның ішінде бүкіл ваканттарын жауып тұрған басында тек қана Ақжайық болды. Қазір оған жеткен қол жеткізген тек қана екінші Бөкейорда ауданы. Былай заңсыз олай көріп тұрсыздар, қалай олар кадрлармен қамтамасыз еткеннен кейін ол кадрлар әрі қарай жұмысын жүргізеді. Қалған аудандарда кішкене қиындау болуы мүмкін, себебі әрі кадрлардың ваканттарында жатпай тұрса, ол кішкене қиыншылықтар болады әртүрлі. Өздеріңіз саралайсыздар ғой. Енді осы мысал үшін былтыр қараңыздар, Бөкейорда ауданы олимпиада нәтижесі бойынша ең соңғы орында тұрды. Біз Бөкейорда ауданы сынадық сол кезде. Бірақ бір жыл бойы қатты жұмыс жасап, ол облыстан олимпиада командасының ішінде бірінші орын алып шықты мысалы. Бір жыл ішінде. Адам рейтингті көрсе, оған ұмтылса, ол дейтін қиын емес болып тұр ғой соған шамасы. Ол ең басты көзбен көру керек қай орында тұрған. Одан кейін намысы бар адам, ол көрсеткіште сөз жоқ, көтеріп алып келеді. Сосын жұмысқа деген жаманшылығы болса, балаларына, жаңа мысалы Шыңғыл ауданы Балшығылма сөйлеген кезде бірінші кезекте ата-аналарым деп бастап түсіп, ата-аналарым мұғалімдерім деп бастап, ол да тектен емес, яғни бала үшін, ата-ана үшін, мұғалім үшін, жалпы қоғам үшін қызмет етеміз. Сонда сөйтіп өз ауданын жаңашылық көтеруді ойласа, ертең ол позитивті көрген нәрсе емес, жетуге болады. Жаңа айтып директорлардың талап еткен адамдар нәтижеге жетеді. Ол шынында да ол талап ету, айту бәрі дұрыс, орынды. Құттықтаймыз. Бұлай болса, әріптестер, бұндай шара жүйелі болады, алға қараймыз. 90 сайында адамдар өздерінің ай сайында белгілі бір позицияларымен өзінің көрсеткіштерін көріп отырған. Ең басты біздер осы жұмысты жасаймыз деген кезде тапсырмамызды бердік. Және осы платформаны біз айтқандай едік. Самат Сағатқалиұлы деген шәкіртім бар осы жерде, сол кісі көңіліміз қалағандай нәрсені айтып сұрадық. Сол кісі жасап берді біздерге. Бірақ ішінде нәтиже көрмесе де былай көргім келеді. Жастар позициясымен ауысыласын, соны көріп тұрғым келеді деген нұсқауларды бердім. Сол сөз айтылған сөзді жартылай сөз деген түсініп, осының бәрін жүзеге асырып, ол өзге әзірге біздің облыста бұндай рейтинг жүйесі жоқ деп ойлаймын. Бұл басқаларға үлгі болады. Ертең өңірлерді ұсынамыз, көрсетеміз. Ертең идеологиялық кеңестігін қай жерге болғанын көрсетемін. Мен сіздерге қайталап айтамын, біздің тікелей басшыларымыздың нұсқауымызды үнемі орындауға ұмтыламыз. Облыс әкімі Нариман Төреғалиұлы рейтингте қай аудан қайда тұр деген сұрақты қоятын болса, қай жерлерге көбінесе дейтін облыс әкімінің орынбасары, ол жылжымай, мысалы сес қорытындысын алмай тұрған, лицензия алмай тұрған, қай жерде тоқтап тұр, сонымен жұмыс жасайды. Ол кісінің қоятын сұрағы мынандай. Маған 3 сұраққа жауап берді. Бірінші, где застрял дейді. Екінші, кто виноват дейді. Үшінші, кого будет наказан. Осы 3 сұраққа жауап берді, маған болды. Басқа көп сөз айтпайды. Сондықтан біздер осындай бағытта стильмен жұмыс жасаған кезде біздер процесс қорытындысы жоқ, лицензиясы жоқ деген нәрселердің бәрін алып, біздер жұмысымыз жақсы жолға сол кезде қойып, облысымыздың рейтингі республикада жоғары тұруымыз керек. Қазір шүкіршілік біз республикаға барған кезде бүкіл көрсеткіштер бойынша біздер қазір ешбір жерде қызыл түсте тұрған жоқпыз. Әрдайым барлығы жасыл түспен жанып тұр. Барлығы жалпы республикада біздің көрсеткішіміз жақсы. Тек қана